Саламатсыңдар ма, балалар? Бүгін біз қазақ тілінің бірінші бөлімінің 3-ші сыныбынан 50-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, біздің арнамызда сендер қазақ тілінен басқа математика сабақтарының жауаптарын тегін алып, өздерің сабақтарыңды оқи аласыңдар, балалар. Сол үшін біздің арнамызға подписаться етуді ұмытпаңдар. Балалар, сонымен бүгінгі сабағымызды бастайық. Біздің жобамыз түбірлес сөздер. Бір түбірден қанша туынды сөз жасауға болады? Суреттерге қара, сөздерді оқы дейді. Яғни кітапхана, кітапханашы, кітап, кітапша. Енді балалар, бір түбірден қанша туынды сөз жасауға болады деген сұраққа жауап берейік. Бір түбірден екі немесе одан да көп туынды сөз жасауға болады екен. Ал енді бұл кітапхана, кітапханашы, кітап, кітапша сөздері бізде түбірлес сөздер, балалар. Келесі бізде екінші жаттығу кез келген сөзбен сөйлем құра дейді. Яғни балалар, бұл жерде бізде кітапхана, кітапханашы, кітап, кітапша деген сөздер берілген, сол сөздермен сөйлем құрадық. Бірінші, бүгін мен кітапханадан Мұхтар Әуезовтың Абай жолы кітабын алып оқыдым. Екінші, бізде Арманға кітапханашы барлық алған кітаптарын өткізуді өтінді. Келесі, мен шытырман оқиғалы кітаптарды оқығанды ұнатамын. Төртінші, алдың күні Асқар ағам ініме ертегілер жазылған кітапша сатып әкеліп берді. Балалар, осындай сөйлем құрап, дәптерлеріне жазсаңдар болады. Келесі, үшінші жаттығу, жоғарыдағы қай сөз қай сызбаға сәйкес келеді дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз көріп тұрғанымыздай түбір және жалғау жалғанған, бірінші сызбада. Ал екінші сызбада бізде түбір және екі жалғау жалғанған екен. Осы сызбаға сәйкес келетін сөздерді табуымыз керек. Бұл жерде балалар, бірінші сызбаға сәйкес келетін кітапша, кітапхана деген сөздер бар екен. Бұл жерде бізде кітап сөзінде түбірі кітап, яғни кітапша сөзінде түбірі кітап, ша бізде жалғау. Кітапхана сөзінде де кітап түбірі, хана бізде жалғауы. Ал кітапханашы сөзінде балалар бізде түбірі кітап, хана және шы деген екі жалғау бар екен, балалар. Келесі бізде балалар, өзіңе ұнаған түбірлес сөздермен осындай бет құрастырып көр. Сыныптастарының алдында қорғауға дайындал дейді. Яғни балалар, бұл жерде біз оқу, оқушы және оқулық деген сөздерді алдық. Бұл сөздердің түбірі бізде оқу екен. Және бірінші бізде көріп тұрғанымыз оқу сөзі, екінші оқушы сөзінде түбірі оқу, шы дегеніміз бізде жалғау болып тұр, балалар. Келесі бізде оқулық сөзінде түбірі оқу, оған лық қосымшасы жалғанып, басқа сөзді құрап тұр екен, балалар. Бұл жерде бұл сөздер түбірлес сөздер екен, балалар. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабақ аяқталды. Біздің арнамызға міндетті түрде подписаться етіңдер, одан кейін қоңыраушаны да басып қойыңдар. Біздің арнамызда балалар, сендер қазақ тіліне басқа математика сабақтарының толық жауаптарын іздеп тауып, өздерінің сабақтарында тегін оқып, білімдеріңді кеңейте аласыңдар, балалар. Келесі кездескенше сау болыңдар.